Assalamu alaikum, құрметті көрермен. Оқиға басталмас бұрын арнаға жазылып, лайк басып, еңбегімді бағалай кетіңіз. Қарт әжейдің басынан өткен аянышты тағдыр. Дәрігерлердің ұйғаруымен келіншегім біраз күн емханаға жататын болып, сонда алып келдім. 2 адамдық палата. Көрші төсекте бір апа ұйықтап жатыр екен, оятып жібермейік деп, аяғымыздың ұшымен басып орналастық. Келіншегім үйден әкелген тіске басарларынан шағын дастархан жасап жіберді. Апаға амандасып, шайға келіңіз апа, дедім. Өзінің де басының шай сақинасы ұстап жатса керек, ширақ қозғалды. Түйекөз кесемен 2 кесе ыстық шайды ылдилатқан соң, апам жадырап сала берді. Маңдайының құрыс-тырысы жазылып, тершіп сала берді. Әжімін бойлаған жылтыр жібектерін әр жерінен үзе отырып әңгіме бастады. Әңгіме бастағанда жай бастаған жоқ. Менің руымды сұрап, табынмын дегенімде орнынан атып түрегеліп, төркінім екенсің ғой деп еміретіп маңдайымнан иіскеді. Шайын ұрттап, бойына қан жүгірген апамыз әңгімесін бастады. Төркінімді сағынып көп зарыққан адаммын шырағым. Соғыстың алды, еңбекте жүрген жас қыз едім, қыз бозбала жиылысында бір кеште еңгезердей бір жігіт алып қашып, алысқа алып кетті. Сырдың бойынан шудың бойына бір-ақ келіппіз. Күйеуім үйінде ауру анасы мен кереге қармап жатқан суқараңғы әкесі бар екен. Жағдайы ауыр енді. Қолдарында мал сұлы бар дегенмен отырған жерлерде қолайсыз, ауылдан шырақ. Жалғыз үй отырады. Бардым да таусылып бітпес шаруа, арылып бітпес азапқа белсемнен баттым да кеттім. Азап деп отырғаным жай тұрмыстың күйбеңі емес, ай өтер өтпес соғыс басталып кетті ғой, күйеуімді майданға алып кетті. Бүкіл шаруа маған қалды. Оның үстіне айтсам ба, айтпасам ба, енем өте қиын адам болды. Ақыл есі кішкене ауытқыған адам еді. Алатаңнан қара кешке дейін мені қарғайды. Орыс-герман соғысын менен көреді. Сен келгелі пәле-жала қаптады дейді. Жалғыз ұлымның 1000 қыздың ішінен сені тапқанын қарашы дейді. Кейде тіпті үйіңе қашан кетесің, кетсеңші, деп тілім безейді. Ал атамның көзі соқыр болса да көкірегі даңғыл адам еді. Алатаңнан қара кешке дейін мені алқайды да жатады. Бар бол, Алла жарылқайды сені, бізге сені Құдайдың өзі жіберді. Бар бол, Алла жарылқайды сені, Аллаға шүкір дейді. Ал бұл мәселеде кемпіріне бір ауыз ләм-мим демейді. Маған қатты батқан тұрмыста енемнің сөзі де емес, күйеуімнің соғысқа кеткені де емес, төркінімнің қатынасты үзгені болды. Әкем қатал адам еді. Қашып кеткенімді ар көріп, болды, барсын. Енді мен оны, ол мені көрмесін депті. Жыл уағына дейін төркінімнен тірі жан келген жоқ. Күйеуім соғысқа кеткенде аяғым ауыр еді, аман есен босандым. Не керек? Балам 3-ке келгенде әкем келді ғой. Бақандай 3 жыл. Әр күні, әр сағаты саналған 3 жыл. Жыладым келіп. Еңіредім. Сағынғанда өлуге таяған екенмін. Рас айтам, өлуге таяппын. Әкем менің тұрмысымды көріп шошып кетті. 1 апта жатып көмектесті. Басқа шаруаны қойғанда қоралы қойға құдықтан су тартып суарамын. Әкем келгенде тылға тың күш біткендей сағынышым өз алдына, шаршағанымды сонда білдім. Босаңсығаннан ба, орнымнан кейде 2-3 ұмтылып тұрам. Әкем кетерден 2-3 күн бұрын жанына шақырып алып, ауыл жақтың әңгімелерін айтты. Басымды тізесіне қойды. Жасыратын несі бар? Орамалымды сырып, шашымның арасын ашып, сірке қарады. Басымның сіркесін сығып отырғанда, шашымның түбі жып-жылы болып суланғанын сездім. Ішім удай ашыды. Еркелегенім бе, күйінгеннен бе білмеймін. Солқылдап жылап жібердім. Әкем де. Бірақ ол үнсіз, қатып қалыпты. 2 көзінен аққан сора таудан жылап ағып жатқан қардың суы секілді әжімдерін қуалап, жүзін шайып кетті. Бір кезде әкем маған бұрылып, бажайлап қарады да, қызым, сенің маған әке, кеттік деген бір ауыз сөзің ғана керек.
Бұл жерде өлсең көметін біреу бар ма өзі? Балаңды ертіп жүр болды, деп орнынан тұрды. Қандай ауыр. Тұла бойы тұңғышы маған 3 жыл бойы ат ізін салмаған қаталдық. Одан кейін көрмеймін деген сөзінен қайтқан әкелік жүректі енді қайта қатайтсам не болмақ? Ол 3 жыл оған да оңай соқпағанын, сөзін жұтып іздеп келу де одан оңай соқпағанын білем. Құмығып қалдым. Ауыз ашып бірдеңе айту қиын болды. Көз алдымда ата-енем. Әкемнің қаусаған кемпір мен шал аштан өлген көп қазақтың бірі болады да, деп ойлап тұрғанын іштей сезіп-ақ тұрмын. Оның тұла бойынан тіпті сөйтіп айтып тұрғандай анық ұқтым. Жоқ әке, сіз бара беріңіз, дедім. Ел қызын ұзатып, қалың алып жатқанда қызың қашып кетіп қарабет болғаныңда жетер. Енді қайтып барып, қалған абыройыңды төкпеймін. Келдіңіз, рахмет. Сол жетеді. Сұрағандарға жақсы екен дей салыңыз. Менің жайымды мұнда келіп біреу көре ме? Аштан өле қоймаспын, дедім. Әкем жауап қатқан жоқ. 2 күн жатып, жұмысыма көмектесті де ауылға қайтты. Мұның бәрін бекер айтып отырған жоқпын, шырағым, дейді апамыз. Рас, бекер айтып отырған жоқ. Әңгіме арасында келіншегім сарқын төкпекке сыртқа шығып қалып еді, апамыз, тұра тұр, тыңдасын, ана балада, деп әңгімені үзе қойды. Ары қарай қайта жалғайды. Әкем кете күйеуім келді. Қуанып қалып ек ұзаққа бармады. Жарақаты денеде ғана емес, ақыл есіне де еніпті. Арақты да суша сіміреді екен. Өлінің күйігінен тірінің күйігі қиын деуші еді әжем, рас екен. Енді сонымен алыстым. Айлап жоғалып келіп кетіп тұратын тағы бір бала көтердім. Шүкір, ол да аман есен бой жетті. Сол бір үйлі жан қолымнан аттанды ғой. Атам да, енем де, күйеуім де. Біреуінің бетіне тік келмей, шамамның келгенінше қызмет қылдым. Аллаға шүкір. Сол бейнетімнің зейнетін көрсетіп жатыр Алла. Мен де ел қатарлы келін алдым. Енді келінім келін болғанда мың шүкір. Табаныма алақанын тосады. Өзің қандай келін болсаң, Алла сондай келін нәсіп етеді-ау деймін. Кейде менің бастан кешкендерімді тыңдап отырып жылап қалады. Дәрігер, бір көзіңіз нашарлап қалыпты деп еді, ұлым мен келінім қолды-аяққа тұрмай кетті. Қанша жасым қалды, ендігі қалған ғұмырыма бір көзімде жетеді ғой десем, көнбейді. Бір күн болса да дүниенің жарығын анық көріп отырыңыз деп, мал сұлдарын сатып осында келді. Қарақтарым бір жаққа кетіп еді, қазір ұшып жетер біреуі. Солай қарағым, жас күнімде төркіннің зары қатты өткеннен бе, біреу табынмын десе, жүрегім елжіреп, төркінім келгендей боламда тұрам айналайын. Бұл қайдағы еді, деп шекеңнен сүйгенімді ерсі көріп қалма, деп тепшіген терін сүртіп қояды апамыз. Әсерлі әңгімені тұтас жүйке жүйесімен тыңдаған келіншегім де көз моншағын үзіп-үзіп алды. Бұл әңгімені Нұрмат досым айтып еді. Тап осылай айтып берді. Жүректі сыздатып жүріп, сыртқа шыққаны осы. Бір басынан ғасырлық өнегелі тарих көшіп өткен қайран қазақтың аналары-ай, енелері-ай, келіндері-ай.